Жалпы қазақ әдебиетіндегі шығармалардың негізгі идеясы мен мазмұны қазақ халқының тарихында жатыр десек те болады. Көбіне қазақ шығармаларында адам бойындағы жақсы және жаман қасиеттер, адамгершілік қасиеттер, туған жер, салт-дәстүр мәселелері көтеріледі. Сол себептен де мен қазақ ақын жазушыларының шығармаларын сүйіп оқимын. Солардың бірі туған жерге деген сағыныш тақырыбындағы шашты әңгімесі. Автор бұл әңгімеде Тасқұл шал кейіпкеріне сол жаугершілік замандағы тұтқынға түскен барша құлдардың ішкі сезімі мен күйзелісін біріктіре білді. Осы кейіпкер арқылы мен сол уақыттағы құлдардың тірі адамның емес, тірі өліктің күйіндей өмір сүрген бейнесін көре алдым. Сонымен қатар Кенжебектің ат құлағында ойнап өз еліне қашқан кезін бейнелеген кезінде сондай бір үлкен шабыт алып, сонымен қатар ұсталып қалма деген бір үрей, қобалжу сезімдерін бастан кешірдім. Сол себептен де маған осы шашты әңгімесі ерекше әсер қалдырып, жаныма жақын болды. Бүгінгі әрекет, ертеңгі тарих. Дәл осындай өзіндік ерекшелігімен халықтың назарында тарихта қалған Шерхан Мұртазаның «Бесеудің хаты» атты туындысы жалпы оқырмандарға сол кезде халықтың ашаршылығын, жұмыссыздығын, отбасында береке кеткен уақыттың нақты бейнесін көрсететін шығармалардың бірі. Әрине, бұл шығарманың да өзінің ерекше тәлімі мен тәрбиесі мол. Өзіме ой түйгенім әрдайым шыншыл болып, ерлік пен батылдықтың артынан жүру. Шерхан Мұртазаның «Бесеудің хаты» атты шығармасын оқи отырып, сіздерге «Бес батыр» атты шығарманы оқып берсем. Арман болған бостандық, арман болған зорбайлық. Бес батырдың хатында халықтың жайы айтылмақ. Қазақты қазақ басқармай, сыртқа тепкен бір орыс. Жала жауып халыққа көкте төнген сұр бұлттай өз нөсерін көрсетті. Жала деп, әділетті бесеудің қолын жіпсіз байлады. Ел намысын таптатып, оңбаған деп атады. Деген менде әрістің болар бір қадірі. Ақылдыға оң болар ақымақтың бірісі. Осымен айтарым, өмірде бір рет келгенде ешкімнің обалына қалмай, тек шыншыл әрі әділетті болу. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Егер Ақжол. Мен Қадырғали Қосымұлы Жағлайри атындағы орта мектеп гимназиясының 5 сыныбында оқимын. Мен бос уақытымда кітап оқығанды жақсы көремін. Мен өзімнің оқыған кітаптарымның ішінде Нұрдәулет Ақышевтың кітаптарын жақсы көремін. Себебі ол кісі өзінің жүрегімен жазады. Мен осы Нұрдәулет Ақышевтың кітаптарының, өлеңдерінің ішіндегі ең жақсы көретін әңгімем бұл «Нағыз әже қайда» деп аталады. Бұл жерде әкесі қыздарына ертегі айтып береді, оның әжесі айтып бергенін, әженің ең бір дана көркем адам екенін түсіндіруге ұмтылатыны баяндалады. Нағыз әже қайда дегенде, нағыз әже дегеніміз ол басына кимешек киіп, шылауыш тағып, қазақтың қамзолын киіп, көйлек киіп жүретін нағыз данагөй кісі. Осындай әжелер қазір бізге керек. Себебі біздің қазіргі әжелеріміз басына гүлді орамал тағатын, қазақи ою-өрнектерді аз қолданатын заманауи жандарға айналып кетті. Біз мұндайды түзетуіміз керек. Себебі әже дегеніміз ол біздің қазынамыз, біздің қарттарымыз. Біз қарттарды әрқашан қолдап, қорғап жүруіміз керек. Себебі олардың ақылы бізге қазір алтындай қажет. Сондықтан мен бәрілеріңізге осы «Нағыз әже қайда» деген кітапты оқуды ұсынамын. Бұл өте қызықты кітап. Бұл жерде әжелер туралы өте көп баяндалады. Мен сіздерге оқуға кеңес. Кітабының бірінші томы. Авторы Тәңірберген Қалилаханов. Бұл жерде қазақ халқының мыңдаған жылдық тарихы, мәдени-әдеби деректер, туған жер туралы айтылған. Бұл кітапты оқығанда сіз өткен күндерге саяхат жасағандай боласыз. Бұл кітапты оқысаңыз еш өкінбейсіз.
осы кітапты оқуға барлықтарыңызға кеңес беремін. мен бүгін сіздерге өзімнің оқыған кітаптарымды және де олардың қысқаша мазмұнын айта кететін боламын. Мен өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл жерде Мұхтар Әуезовтің Абай жолының 2 томдыр. Мен 2 томды өзім оқып бітірдім. Және де бұл жерден алған қасиеттерім адалдық, шыншылдық, өтірік айтпау деген сияқты қасиеттерді өзіме бойыма әлі сіңіру үстіндемін. Бұл жердің қысқаша мазмұнын айтсам, Абай Құнанбаев өзінің қарапайым халқына, яғни жатақ тұрғындарына, олардың көрген зорлықтарына, зәбірлеріне, мұң-зарына шешім таба білетін Абай Құнанбаевты көрдім мен бұл жерден. Және де байлардікі әрқашанда дұрыс болмайтын. Байлар ол халықтың жауы деп есептеген Абай Құнанбаев атамыз. Өйткені байлар тек қана өздерінің қамдарын ойлап, халықты ойламайды. Ал енді бұл кітаптарды сіздерге оқуға кеңес беремін. Себебі сіздер бұл жерден, мен бұрын Абай Құнанбаев тек қана ақын ретінде ғана көрсем, бұл кітаптарды оқығаннан кейін мен Абай Құнанбаевтың қалай осындай жолға жеткенін білдім. Қалай халықтың мұң-зарын орынды шешен тілмен жеткізіп, және де қалай адал шешкенін үйрендім бұл жерден. Және де Абай Құнанбаев атамыз Ресеймен тығыз байланыста болған. Ол жерде Ресейде өзінің жаңағыдай өзінің достарын тапқан, өзі өнер үйренген, сол орыс халқынан өнер үйрену керек деп айтқан. Және де сол Ресейге өзінің жатақ тұрғындарын, қарапайым халқының балаларын, жетім жесір балаларды апарып сол жерге оқытып, олардан дарынды, білімді адамдар шығарған. Абай Құнанбаев атамыз өте ұлы адам десем, мен қателеспеймін. Сондықтан да сіздерге бұл кітаптарды оқуға кеңес беремін.